Папа, я хочу умереть. Ассалаумағалейкум құрметті достар, бүгін мен сіздерге «Миллионға татитын әже» атты фильмнің қысқаша ғана сюжетін айтып беретін боламын. Алдымен арнама тіркеліп, лайк басыңыздар. Кеттік ендеше. Таиландта этникалық Қытай болған апа балаларымен мазардағы туыстарын зиярат ету күніне жиналады. Дәстүрге айналған шарада мазар басына дастархан жайып, оларды еске алады. Апа сол дәстүрді барынша дұрыс істеуге тырысып, балаларына онша көңілі толмай жатқандай байқалады. Себебі мынаны былай істеу керек деген секілді өз ескертпелерін айтып жатады. Немересі М ондайға онша мән бермей телефоннан шықпай отырады. Оған гүл жапырақтарын шаш деп тапсырғанда ол болса әйтеуір шаша салады. Олай емес деп өзі шашуға кірісіп, мола төбесінен құлап ауруханадан шығады. Осы жерде балаларының анасына деген алаңдаушылығы байқалмай өз істерімен айналысып кетеді. Қызы ғана анасымен қалады. Сонымен М ойын ойнап отырып, анасынан тағы компьютер алуға ақша сұрайды. Сөйтсе кезінде баласы ойын ойнап ақша табамын деген екен. Бірақ одан түк шықпай жатқанын көріп, анасы ақша беруден бас тартады. Баласына апаның жағдайы нашарлығын айтып, тапсырған сынамасы рактың соңғы кезеңін анықтап, 12 ай ғана уақыты қалыпты деп күрсініп жеткізеді. Бірақ баласының апасымен ісі болмай, оған бәрібір екенін көреміз. Апаңмен уақыт көбірек өткіз, тек ауру жайлы айтпа дейді. Сөйтіп ол бөлесі Муиға келеді. Қыз ортақ жақындары Агонг дейтін жатып қалған шалдың күтушісі болады. Оның памперстерін жиіркенбей ауыстырып барынша қарайлайды. Бір күні сол шал қайтыс болып, ол өз өсиетнамасында үймен қоса барлығын дерлік Муидің артына тастап кетіпті. Соны естіген М ол да арам пиғылмен нағашы апасы үйді қалдырады деген үмітпен оған бара бастайды. Апасына жағдайыңды білуге келдім деп кіріп, кафеден алған кеспесін берсе, мен сиыр етін жемеймін деп оны үнемі өзі алып жүретін балығына жұмсайды. Кезек көп болған соң М қарсыдағы дүкеннен ала салады. Бірақ апа 40 жылдан бері алып жүрген балығын білетін ол, мынау басқа, майлы деп жемейді. Осылай апаның да қырсықтау екенін байқаймыз. Содан құдайшыл болған апа оларға шай беру керек дегенде, немересі суды микротолқынды пеште жылытып, құдайларының алдына қойғанда, апасы қайнаған шай қоймадың деп наразыланып, суды алдыртып немересін үйіне қайтарады. Жағдайы жақсарған Муиға барып, одан қарттарға қарау жайлы ақыл кеңес сұрайды. Неге апаға қарағын кеп қалды деген қызға, өз үйім болғанын қалаймын, өйткені үйге ақша жинау ұзақ дейді. Яғни апаға қарасам, Муиға үйді тастап кеткенде, ол да маған қалдыратын шығар деп ойлайды. Сонда қыз, мен Агонгтың балаларын жек көремін. Себебі олар әкесіне онша көңіл бөлмейтін, аптасына бір-ақ рет 15 минутқа ғана келетін. Қарияларға балалары бере алмайтын бір нәрсе бар, ол уақытты санамау. Яғни олармен көбірек уақыт өткізу дейді. Содан М заттарын жинап апасының үйіне көшуді шешеді. Оған күрішпен онлайн сатып тапқан табысын ұсынады. Алайда апа алмай, неге бәрін келгіштеп кеттіңдер, анализдерім жақсы деп отырады. М амал жоқ сынаманың нәтижесін айтып, 1 жыл уақытың қалды деп шындықтың бетін ашады. Бала күнімде анам екеуің маған мейірімді болдыңдар. Енді мен саған қарайлаймын, уақытым бар дегенде, апа ауруын естіп күрсінгендей боп, ұсынған ақшасын шотыма сап қоямын деп, немересінің қараймын дегеніне келіскендей болады. Бала оның сеніміне кіріп жатқанына қуанып кетеді. Ертесіне таңғы 5-те камджиты сатуға сенімен барамын деп, азанда ұйықтап қалады. Кешігіп апасына келсе, ол саудасын жасап тұр екен. Оған көмектесіп, аяқтаған соң жолда банкке ақша салуға келеді. Сөйтіп жексенбі күні апасы киініп балаларын күтеді. Себебі сол күні барлығы жиналады екен. Тамақтанып отырып, апа ракты білетінін айтып таңғалдырады. Үлкен баласы Кианг емнің ақшасын төлеймін десе, қызы сол емге апарып жүремін деп келіседі. Содан ол түнгі ауысымға ауысып, күндіз анасын химиотерапияға апаратын боп, дәрігердің айтуымен көбірек жүру керек деп, оны суда жүргізеді. Сол кезде қызының түнгі жұмысқа шығатынын естіп, оған жаны ашып, ұйықтамадың ба деп жаттығуда доғарғанын қалайды. М химияға мен апаратын боламын дейді. Емнен оралып, баспалдақпен көтерілуге жәрдем береді. Осылай немере апасына қарап, оның жалпы
өмір сүру дағдысына үйрене бастап, азанымен саудаға шығып, кейін емге апарып жүреді. Бір күні ыстығы көтеріліп, саудаға бармай-ақ қояйық деп температураны түсіру үшін үстін сулы орамалмен сүрте бастайды. Апасын көріп тұру үшін үйге камера орнатады. Сойи дейтін кенжесі әжетханаға отыруға оңай болу үшін сүйеніштерді қойып береді. Осы жерде Сойи апаның сүйікті ұлы кім екенін білесің ба? Ағам Киянг дейді. Яғни соны көбірек жақсы көретінін айтады балаға. Оның жағдайы жақсарса, ал Сойидің жағдайы мәз еместігін естиміз. Бірақ бай болған ағасы інісіне көмек бермейді екен. Сойи анасынан жейтін нәрселер мен ақша сұрап кетеді. Апа оның ұзақ келмегенін ұнатамын, себебі ұзақ келмесе, онда оның жағдайы жақсы деп қарап отырады. Яғни апа Сойиді де жақсы көретінін түсінеміз. Дәулетті болған Киянг анасын өз үйіне әкеліп, барлық жағдайды жасап, өз қолына көшіріп алуды ойлайды. Сонда оның химиотерапиясы не болады? Сіздер алыс тұрасыздар. Ерте ояну керек деп апаны қолдан жібермеуді ойлайды. Киянг жиеніне қарағаны үшін ақша ұсынады. Ол болса ақша үшін істеген жоқпын деп алмай қояды. Сөйтіп Киянг анасына бала жасау керек нәрсені жасауға рұқсат бер. Өзім саған қараймын деп анасын қалуға көндіреді. Барлығы пойызбен өздерінің ғибадатханаларына барып, сонда дұғаларын жасап, кейін арман тілектерін қағазға жазады. Апа денім сау болсын, бар балалары мен қызына, немересіне арнап, өзінің тілегін жаздырады. Кейін сол тілектерін салатын кезде Киянг көкелерінің жазғандарын көріп, олар саған арнап бір сөзде жазбапты. Сен маған маңыздысың дегені өтірік сияқты деп апаның ойын өзгертпек болады. Оның өз отбасы бар. Бірінші ол отбасы бақытты болу үшін пайдалану керек дейді. Сен оның отбасы мүшесі емессің ба деп кетеді Апа ойланып қалады. Содан жолда ге аяқ киімім тозды, жаңасын алайық деп аяқ киім таңдап отырады. Апа мүмкін сенің де маған маңыздысың дегенің өтірік шығар деп ның айласын біліп қоя жаздайды. Сасқалақтап ойланған бала Киянг сияқты немере жасау керек нәрсені жасауға рұқсат бер деп жауаптан құтылады. Содан апаның шаштары ақырындап түсе бастап, кейін мүлде тақырланғанын, ол Киянг жаққа көшпей өз үйінде қалғанын көреміз. Апасының күнде дайындап сататын тамағы камджиді үйренуге кіріседі. Үйрене бер, болашақта менің клиенттерім сенікі болуы мүмкін дейді. Бірақ бала әрдайым төртте тұра алмайтынын айтқанда, егер жақсы өмір сүргің келсе, онда еңбектену керектігін алға тартады. Кезекті жексенбіде балаларын күтіп отқанда, Киянг көке телефонды алмады. Анам жұмыстан босамайды деп, ешкім келмейтінін естігенде, тамақтарды шкафқа салғызып, өзі жинап жүрген ақшасы құтыда болмай шығады. Бірден мен ұры емеспін деп алмағанын айтады. Сонда камерадан Сойидің ұрлап кеткенін көреді. Сойидің үйіне кеп, ұрлағанға ұялмайсың ба? Сен алған 200 мыңда апа қанша тамақ сатып жинау керек деп ашуланады. Сөйтсе Сойидің қарызы миллионға жеткен екен. Соны естіген бәрі ұмытылғанша көрінбеуін сұрайды. Апаға Сойи жоқ екен, көршілері қаладан кетіп қалды деп айтты деп алдайды. Сол кезде біреу шақырады. Сойиді іздеп келгендер шығар деп немересіне тығыл деп барса, ол сатуға қойылған үйін сұрауға келіпті. Сатылмайтынын айтқанда, апаға интернеттегі суреттерін көрсетіп, деген адам салыпты дейді. Апа танымаймын деп біртүрлі болып қалады. Оны шығарып салғаннан кейін тұнжыраған апа ге көйлек алдым деп оны кигізіп, ақырындап жақсы жұмыс табуға тырыс дейді. Бірақ мен жалқаумын, шынайы өмірде аман қалмайым деп көйлекті шешеді. Апа есік алдына егіп қойған анар талынан біреуін жұлып, бұны сен туылғаның үшін арнайы егілді. Кішкентайыңда піскенде ешкімге берме, маған алып қал деп айтатынсың деп береді. Осылай апа оған неге үйді сатуға қойдың деп ашуланбай, керісінше жылырақ болып жатқандығын байқаймыз. Ертесіне өзінің ағасының үйіне ерте келеді. Оның бай бағлан екенін көреміз. Өзінің ауруын айтып, жерлейтін орын алу үшін миллион қарызға сұрайды. Бірақ ойланған бауыры, ақшаң жоқ болса, балаларыңнан сұра. Мен саған бір тиын да бермеймін, екінші келуші болма деп шығарып салады. Үлкен жерді не қыласың деген ге, егер жақсы жерде жатсам, балаларым амандықта болады. Көрген адамдар балалары жақсы екен деп ойлайды дейді. Бәрі сандырақ деп баланың ондай ырымдарға сенбейтінін түсінеміз. Сонымен ауруханада химияның пайдасы тимей жатқандығын жеткізеді. Ның анасы еңкілдеп жылайды. Апаға сенде бәрі жақсы деп алдамақ болады. Бірақ ол шындықты естікісі кеп ауруынан сауықпағанын біледі. Түнде апа ұйқысырап, түсінде әке мені алып кетші, қатты ауырып жатырмын, анама барғым келеді, өлгім келеді деп ыңырсып жылап жатады. Папа, я хочу к тебе, к маме и другим. Я хочу умереть.
Тағы анализге келгенде балалары жиналып, Киян қарындасымен жеке шығып, анасының үйінің құжаттарын сұрайды. Ол әлі өлмеді ғой деген сөзіне жерлеп болған соң бәрібір біреуіміз аламыз. Тірі кезінде соны шешу жеңіл екендігін жеткізеді. Қарындасы қағаздарды өз шкафында сақтайды дейді. Сырттарынан бақылаған келген анасына апам Киян көкеге үйді аудармасын деп айтып жатқанда, анасы сөмкесінен құжаттарды алып Сойыға тапсырады. Сөйтсе апа үйді Сойыға қалдырыпты. Соны естіген біртүрлі боп қалады. Ауруханадан шыққан апасына Сойыға үйді қалдырдың ба десе, ең көп қиналып жүрген сол, менің басқа беретін нәрсем жоқ, сен маған қарайламауың керек дейді. Мен сен үшін кіммін, мен бірінші болуым керек деп жақсы қараса да, үйді қалдырмағанына ренжіп кетіп қалады бала. Апаның көз жасы ағады. Өз үйіне келген күнде апасымен 4-те тұрып үйреніп қалған ол сол уақытта оянады. Анасы түнгі жұмыстан кеп, заттарды реттейді. Осы жерде Сойы үйді сатып қарыздарын төлеген екен. Киянкта үйді қалдырмағанына ренжіп, тіпті жерлеуге де келмеймін деген екен. Анасына сен де үйден үміттендің ғой, неге жұмыс кестеңді өзгертіп, дәрігердің барлық қабылдауында болдың десе, үй үшін емес, анасымен бірге болу үшін жасағанын айтады. Ге сен жоқта үй тып-тыныш болды, бірақ сол жалғыздық маған апаның үйінен бәріміз кеткенде оған қиын болғанын түсінуге көмектесті дейді. Соны естіген ойланып қалады. Ал апа қиналып орнынан тұрып, құдайына сыйынып, тамағын жеп, немересі көрсеткен фильтрлермен түрін өзгертіп бір мәз болады. Осылай апа да немересіне үйреніп қалғанын түсінеміз. Бірақ ол жалғыздықта өз өлімін күтеді. Кейін Сойы апаны қарттар үйіне өткізіп жіберіпті. Апасына қарайым деп жүріп, оған бауыр басып қалған қарттар үйіне барады. Ұйықтап жатып, оянған апасына қарап, жылап жіберейін деп өзін зорға ұстайды. Сол кезде менімен жүр, мен саған камджи дайындап берем деп апасын алып кетпекші болады. Соны естіген апа жымиып келіседі. Апасына тек бауыр басып қана қоймай, оны апа ретінде де жақсы көріп қалғанын түсінеміз. Қызының үйіне келген ол онымен сөйлесе келе, менен балаларының ішінде кімді жақсы көресің деп сұрай беретін. Мен жауабын білмеймін, бірақ мен сенмен қалғанды көбірек қалайтынымды білемін дейді. Қызының көздері жасаурайды. Сонымен жаңа жылда жетіп, Киянк отбасымен анасына келеді, бірақ өзі көліктен түспей отырады. Сонда апам айтушы еді, сен кішкентай кезіңде көп ауырғаныңда Құдайға жалынып аман алып қалуды сұраған. Ол сен үшін өзі қатты жақсы көретін сиыр етін жеуден де бас тартқан екен дейді. Содан кейін Киянктың ойы өзгеріп, нашарлап қалған анасын көруге кіреді. Сөйтіп түнде апасына жақындап, әлі кеткен ол немересіне қарап, сол кезде көз жұмады. Оған өлең айтып, көз жасы ағады. Қоштасуға дайындап қойғанда оған банктен қоңырау түсіп, апасы оның атына шот ашып, соған ақша жинаған екен. Бала кезінде апасымен бірге банкке барғаны есіне түседі. Өлгенше құйып келген ақша миллионға жетіп, сол миллионды шешіп алып, апасын жерлеуге шығады. Ақшаға апа армандаған жерлейтін үлкен орынды сатып алып, миллионды өз ісіне құртпай, апасының арманын орындауға жұмсайды. Оны жерлеп, өз дәстүрлерін орындайды. Оңай жолмен апасының үйін иемденемін деген бала соңында оны шынымен бауырлық сезім басып, апасын жақсы көріп қалып, арам пиғылының орнына жақсы жаққа қарай өзгеріп шығып, фильм аяқталады. Бұл фильмде ең алдымен қандай жағдай болмасын, қартайған ата-анаға қамқор болуды, отбасылық, туыстық қарым-қатынасты дұрыстауға шақырғандай болды. Қартайған ата-анаға сен байсың ба, кедейсің бе парқы жоқ. Бастысы сенің амандығың. Сосын олармен көбірек уақыт өткізгенің керек. Басқа ештеңе қажет еместігін және немеремен апаның бір-біріне деген қарым-қатынасын көрдік. Егер кино ұнаған болса, лайк басып, арнама тіркеле кетіңіз. Келесі кездескенше.